Қараша айында Қазақстан мен Ресей президенттерінің қатысуымен өтетін халықаралық форум аясында Петропавлдық қонақ үйлер дүбірлі шараға дайындық үстінде. 18 жыл бұрын ашылған скифт орны да қамдануда. Қонақ үйдің сырт келбеті күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Оған қоса нысанның нөмірлері жаңартылды. Қонақ үй әкімгерінің сөзінше келушілер 73 бөлмеге жайғаса алады. Оның ішінде 6-ы люкс және 1-і гранд делюкс нөмірлері. Қарапайым нөмірлердің бағасы 12 мыңнан басталады. Айта кету керек, қоныстанушыларға барлық жағдай жасалған. На всей территории отеля действует высокоскоростной. Тегін Wi-Fi бар, сондай-ақ қонақ үй ер талаптарға сай жұмыс істейді. Қазір лифт орнатып жатырмыз. Бейнебақылау камералары келушілердің қауіпсіздігін сақтауға көмектеседі. Петропавлда 3 және 4 жұлдызы бар қонақ үйлер қызмет көрсетпек. Сондықтан облысқа келген меймандар өздеріне лайықты мекенді таба алады. Облыс орталығында 19 қонақ үй тіркелген. Әрқайсысы форум кезінде жұмыс істейтін болады. Мына тұрған қоңыр түсті ғимараттың 2 қабаты да қонақ үйге арналған. Қазіргі уақытта мұнда жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қонақ үйдің аумағы 600 шаршы метрді құрайды. 14 нөмірден тұратын тың нысандағы жөндеу жұмыстары маусым айында басталды. Жоспарға сәйкес ол қолданысқа қазан айының соңында тапсырылады. Қонақ үй телеграф деп аталмақ.